Екеуіңе қуанайын десем мен Перизатқа шамалы жаным ашып тұр да. Өйткені мына жерде Перизаттың ғана ғашық көздерін көріп тұрмын да. Ал Нұрсұлтан бізде жақсы актер екен. Білеміз, кеше Ханзадалық кезде де күшті рөл ойнап шықтың, молодец, оған басым дейдім енді. Сол ойлаймын енді алдағы уақытта бұл екеуінен үйленуге шейін барады деп ойламаймын да. Өйткені кеше Перизаттың өзі де айтып кетті ғой жерде. Мен берекелі қызбын, мен жаңағы ақшасын көбейтеді екен. Әрине енді статистикасының арқасында, конечно, көбейтіп жатсың ғой. Просто ойлаймын да енді ары қарай Перизат өзің қай ойың айтады, сенен осынша жас кішкентай бала саған қарайды деп өз-өзіңді алдауды қойып, шамалы серьезнырақ бол деп айтқым келеді. Енді қанша өзің жас сезінгенмен, факт 27 екенің өтірік емес қой дегенім ғой. Дұрыс қой, енді бұл ше 34-ке келіп осындай әркімнің махаббатына қызыққаннан басқа ештеңе істей алмайды бұл отырып ше. Ауыздағы тәтті дәмді кетірмейікші. Біреудің қуанышы болады мына жерде. Келіп негативтерін төгесіңдер. Сендерге де бұйырады ғой осы күн. Сол кезде сендерге келіп біреу, сен анаған үйтіп айтып едің ғой, бүйтіп айтып едің ғой деп айтып отырса қандай сезімде боласыңдар? Бірінші ана жерге өздерің отырғандарыңды елестетіңдер да, алан сен айтып жатсың ғой енді. Сыртта жүк болды, үйтті, таныспай. Бұл сен сияқты біріншіден мына жерде отырып, мен қолын аған жоқ, мен іште ешкіммен таныспаймын, мен сыртқа шығып үміткер болып келемін деп. Біз талай айттық бұған. Сен Перизатпен таныспайсың ба деген кезде, сөз бере аласың ба деген кезде, мен ештеңеге уәде бермеймін, алда не болатынын білмеймін деді. Соңы осындай әдемі нотада аяқталып отыр. Білмеймін негативтеріңді қай жерге шашамай отқандарың. Нұржан мына жерде күшенбей сөйлей бер, жаймен сөйлей. Мен бәріне күшеніп сөйлеймін. Тағы өзіңді ойла, денсаулығыңды деген ғой. Денсаулық керек емес маған. Қойш, мына жерде әдемі танысық болып жатыр. Не керек сенге? Түсінбеймін саған. Мына жерде әдемі танысық болып жатыр. Саған ондай 20 жасар жігіт келіп, ондай нәрсе істемейді саған. Қанша өліп тірілсең де істемейді саған. Жақсы, сөйлейік бір-бірімізді. Осынша 34 жасқа деп жатсың, мен жасыма тиісудің керегі жоқ.